Құрметті көрермендер, бүгін сіздермен біз мынандай әдемі, жұмсақ, ірімшік қосылған, укроп қосылған, айранмен жасалған, кішкентай ас содасы қосылған керемет шелпек жасаймыз. Бұл шелпектерді бұрынғы өзіміз көріп жүрген шелпектерді түрлендіру мақсатында жасап отырмын. Бірдей шелпек жасай бермей, түрлі қылып жасай беру керек. Өмір болған соң біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Сондықтан осы жолында көріңіздер. Енді соны біздер болып жасап шелпектің тағы да бір түрленген түрі болып есептеледі. Оған біз 200 грамдай ірімшік алдық, айран алдық 250 грамдай, 2 толмаған стакандағы ұн алдық 160 грамнан. Сосын бір жарты қасық қант, жарты шай қасық жаңағы тұз, жарты шай қасық ас содасын алдық. Сосын мынау кішкентай укроп алдық. Укробым қалып кете береді. Бізде көбінесе көкшілікті онша қолданғысы келмейді. Сондықтан қосып жібергім келіп тұр. Енді қазір бұл ірімшікті үккіштен айранымызды құйып қойдық. Оған мына ас содасын салып, біраз көпіршітіп алуымыз керек. Қосылып. Ащылау айран болсын. Айраныңыз ащылау болса да болады. Оған жаңа қантымыз салып жібереміз. Оған жаңа тұзымыз салып жібереміз. Енді оған мына ірімшікті салып жібереміз. Күштен өткізген әдемілеп. Енді оған мына көкшөбімізді әдемілеп салып жібереміз. Көкшөптің де пайдасы өте зор. Енді осының қазір үстіне араластырып, мына стаканда ұндарды салып қамыр илейміз. Міне мынандай жұмсақ қамыр болды. Қолға жабысады сәл. Міне ұнды төгіп, сонымен араластырып әдемілеп қазір шелпек қылып аламыз. Қазір бөліп біраз тұрсын, бір жарты сағатта, сонан кейін кірісеміз. Міне ұзындау болдық. Қазір оны көреміз қаншаға бөлеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Міне енді әдемілеп домалақтап қойып қоямыздағы біртіндеп жая береміз. Міне 7 шелпегімізді әдемілеп жайып қойдық. Міне қазір майға қуырып аламыз. Міне шелпегімізді салып жатырмыз. Майды қыздырып алдық. Көкшөптері укробы сыртында шығып көрініп тұр. Көріңіз, қандай әдемі шелпектер болып жатыр. Міне көрдіңіз, пісіріп алдық. Міне осылай пісіре беріңіздер. Мына шелпегіміз, мына 7 шелпегіміз әдемі шықты. Қараңыз, бәрі жұмсақ. Оны сүтпен жесеңіз де, айранмен жесеңіз, ішсеңіз де, міне қараңыз қандай жұмсақ. Арасының бәрі, арасында ірімшігі де бар, арасында сосын көк мынау укробы да бар. Керемет шелпек. Әдемі ірімшік қосқан шелпектерді түрлендіріп жасау мақсатында жасалды. Бір айта кетерлігі, бұл жерге тағы бір стакан ұн алынды. Сонымен 3 стакан ұнмен, 200 грамм ірімшікпен, кішкентай укроппен, айранмен қандай керемет шелпектер шықты. Өстіп жасап көріңіздер. Бұдан да күшті қылып жасап жүрген шығарсыздар. Шелпекті түрлі қылып жасай беріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.